Сәлем достар, біз бүгін пенал тігу сабағын бастаймыз. Мен ол үшін эко-кожа материалын алдым. Бұл россиялық сапалы эко-кожа. Мне осындай 20-28 сантиметрлік квадрат сызып алдым, және де мне 3/4-5, 5/4-5, 3 сантиметр етіп екі жанын белгілеп алдым. Сноровка жасап, жандықтарын тегістеп қиып алдым адамды. Осы жерден 3 сантиметр биіктікте осындай окошкаларын сызып алдым. Кейін бұларды қиып тастаймыз. Мен пеналдарыма именной вышивка жасап, есімдерін жазып, солай тігіп жүрмін. Сіздер однотонный қылып тіксеңіздер де болады, немесе принті бар әдемі матадан тігіп, балдарыңызға сабақ құрал, күнделікті қайшы, клей, ручка, карандаш салына тігіп берсеңіздер де болады. Заказ алып, кәсіп бастасаңыздар да болады. Және де косметичка қылып пайдалануға болады. Ішіне помада, туш, подводка деген сияқты күнделікті крем салып қоюға күшті пайдалы құрал. Көп орын алмайды сумкада. Міне осылай замокта бетпен-бет қара лицом к лицу қоямыз. Тігістің басында және соңында закрепка береміз. Видеоның ортасында мен қандай замок пайдаланатынымды көрсететін боламын. Мен негізі үлкен ұзын 80 сантиметрлік матама түсіне түс келетін замоктар аламын, және де 80 сантиметрлік замок 2 пеналға жетеді. Мына жерде бір лайфхак сіздерге. Эко-кожа әдемі жиырылмай гладкий тігілу үшін мен крем для рук пайдаланамын. Детский крем пайдалансаңыздар да болады. Мен әште крем для рук жағып сөйтіп пайдаланамын. Немесе Джектің любой бытовой машинкалерге эко-кожаға арналған әдейі лапка болады. Тефлоновая лапка деп аталады. Ондай лапкаңыз болмаса, обычный лапкамен эко-кожаның бетіне осылай крем жағып тіксеңіздер, тігістеріңіз өте әдемі болады. Осылай екі жанынан замокты қондырып тігіп алдық. Және де мына осы эко-кожа жағынан закрепка ретінде тағы да бір тігіс береміз. Осылай кремімізді жағып аламыз. Міне осындай әдемі ровный стежоктар шықты. Егер түсініксіз болып жатса, видеоны сәл баяулатып, настройкасынан сәл баяулатып көрсеңіздер болады. Мен көп уақыттарыңызды алмайын деп әдейі тездетіп жылдамдатып қойдым. Осылай замоктың екі жағынан түзу тігіспен тігіп закрепка береміз. Видеоның соңына шейін көрсеңіздер, екі жағынан қалай тігу керегін жақындатып түсірдім. Осылай замокты салып алып, міне замогымыз 80 сантиметрлік осындай замок.
осылай жан тігістерін де түзу тігіспен тігеміз. Бұл жерде барлық тігістеріңізді бетпен беттестіріп сызық бойынша барынша түзу тігуге тырысыңыздар. Себебі егер бір жақ қисайып кететін болса, онда пеналыңыз бір жағына қарай ауытқып тұрады. Сондай. Осылай әдемілеп түзу тігіспен тігіп аламыз. Бұл пеналға мен астар салмадым. Былтыр өзімізге тіккенмін. Біздің пенал уже 1 жылдан асып кетті. Өзіміз пайдаланып жүрміз. Сапасы өте жақсы. Осылай аударып аламыз бұрыштарын келтіріп. Мінекей пеналымыз дайын болды. Артық жіптерін қиып тастаймыз. Осындай сүйкімді, әдемі, дүкендегіден кем емес. Осындай пеналымыз шықты. Қазақстанда жасалған. Табысты болыңыздар. Видеоны соңына шейін көріңіздер. Менің каналыма келгендеріңізге үлкен рахметімді айтамын. Және де болашақта пайдалы видеолар көп түсіруге тырысамын. Лайк, комментарий жазып қолдап қойыңыздар.